Қайырлы кеш баршаңызға. Бүгін мен сіздерге ең өзекті тақырыптардың бірі таңғы және кешкі бет күтімі туралы ақпараттарды беретін боламын. Ең алдымен видеоға лайк басып, каналға тіркеліп алыңыздар. Таңғы уходтан баса кететін болсақ, таңғы уходтың мақсаты негізінен түнгі режимнен қалған бетті оятып, сыртқы факторлардан қорғау болып саналады. Енді мен қазір этаптарға тоқтала кететін боламын. Яғни таңғы уходта не нәрселерді қолдану керек, не нәрселерді қолданбау керек деген секілді нәрселерге тоқтала кететін боламын. Жалпы ең бірінші азанда оянған кезде бетіңізде бір майлылық сезілетін болса, онда міндетті түрде пенкамен жуу керек болады. Менде мысалы алатын болсақ, осы қазақ қызының брендінен осындай пенка бар. Одан кейін бізде Skinchonsa брендінен осындай пенка бар. Екеуі де любой тип кожаға кете береді. Одан кейін екінші этап ол бізде теріні ылғалдандыру болып саналады. Тонерді қолданатын боласыздар. Жалпы менің вариантымда ол бізде қазақ қызымен брендінен осындай тонер бар. Мен уже бұны до конца тауысқанмын. Осыны қолдансаңыздар болады. И одан кейін осындай Numbers брендінен осындай тонерім бар. Негізінен тонер ол бізде беттегі су балансын қалыпқа келтіруге көмектеседі. Яғни ағзаға қандай су керек болса, бетке де тонер солай керек. Тонерден кейін бізде сыворотка керек болады. Сыворотканда 4 түрі болады. Неше түрлі қышқылдармен 4 түрі болады. Мына жерде бізде Anva брендінен осындай сывороткалар, одан кейін Numbers брендінен осындай коллаген сыворотка. Өзіңіздің бетіңіздің проблемаңызға қатысты осы сывороткаларды таңдап алатын болыңыздар. Ол туралы қазір алдағы уақытта айта кететін боламын. Одан кейін сывороткадан кейін біз крем қолдануымыз керек болады. Кремде гелевый текстурадағы болады, одан кейін осындай крем түрлері болады. Және де ең соңғы этап ол бізде SPF. Егер сіз сыртқа шығатын болсаңыз, міндетті түрде SPF-ті жағып кетуіңіз керек. Оны тек жазда ғана қолданбай, қыста да қолдану керек. SPF-терден көрсе кететін болса, менде Primor осындай SPF бар. И одан кейін осындай Skinchonsa брендінен осындай SPF-тер бар. Оның екеуі де бізде 50. Қысқа негізінен 20 SPF қолдансаңыздар да болады. Ал жазда міндетті түрде 50 қолдануға барынша тырысыңыздар. Күннің ультра күлгін сәулесінен сіздерді қорғайтын болады. Бетте пигментация, соның барлығынан осы SPF қорғайтын болады. Сондықтан SPF-ті міндетті түрде жағып жүріңіздер. Енді кешкі уходқа келетін болсақ, жалпы кешкі уходта сіздің бетіңізде міндетті түрде SPF болғандығына байланысты оны өшіру керек болады. Сіздің бетіңізде макияж болмаса да, сіз мицеллярка немесе гидрофильді май, сонымен қатар шербет, осы үшеуінің біреуін қолдансаңыз болады. Ол да бағанағы тип кожаға қарайды. Бұл бірінші этапты тазалау. Екінші этапты тазалауда сіз пенка қолданатын боласыздар. Одан кейін бізде ылғалдандыру этапы басталады. Оған міндетті түрде тонер қолдансаңыздар болады. Кешкі уходта көбінесе беттің проблемасына қатысты қышқылдар қолданылады. Кеңес берілмейді бұларды көп қолдануға азанда. Бұл көбінесе кешкі уходта қолданылады. Мысалы бізде ниацинамид, ретинол деген сияқты компоненттер негізінен кешкі уходта жүреді көбінесе. И одан кейін түнгі крем, оларды да қолдансаңыздар болады. Мына жерде бізде коллаген бар. Одан кейін ниацинамидпен крем бар. Кесек брендінен. Одан кейін қазақ қызымен брендінен осындай қою текстуралы осындай кремдер бар. Осыларды қолданатын боласыздар. Енді мен сіздерге қазір қандай беттің проблемасына қандай компонентті қолдану керек, осы туралы айта кететін боламын. Жалпы ниацинамид деген компонент бар. Мен продуктларға айта кететін болсам, кесек брендінен осындай ниацинамид 15%. Одан кейін Anva брендінен осындай сыворотка бар, ниацинамид. Бұл 10%. И одан кейін бағана кесек брендінің крема ниацинамидпен осылар бар. Жалпы ниацинамид ол бізде май бөлінуін жақсартады. Ниацинамид деп отырғанымыз ол бізде B3 витаминінің белгілі бір формасы болып саналады. Егер сіздің бетіңізде бағана қара дақтар, яғни пигментация болатын болса, одан кейін бетіңіз біркелкі болмаса, яғни прыщтар шығады, прыщтар шыққаннан кейін орны қалып кетеді. Сол орындарды кетіруге осы ниацинамид өте жақсы. Бұл бетті ағартады, и одан кейін тонның біркелкі болуына көмектеседі. Одан кейін бізде ретинол деп отырғанымыз ол бізде А витаминінің үлгісі болып саналады. Егер сіздің бетіңізде әжім, терінің босаңсуы секілді сондай проблемалар болатын болса, онда міндетті түрде сізге ретинол керек болады. Жалпы бұл прям мощный ингредиент. Басында қолданған кезде бетіңізде қызару деген секілді, қышу деген секілді сондай бір процестер болуы мүмкін. Сол үшін де бастапқыда ретинолды қолданған кезде өте аз жағу керек. Көздің айналасы, одан кейін осындай ауыздың айналасы, маңдай бөліктеріне жағылады. Айтпақшы, ретинолды қолданған кезде оның аз процентінен бастаған дұрыс. Егер сіз көп процентінен бастайтын болсаңыз, бетіңіз ажу қалып қалуы мүмкін, яғни бетіңіз күйіп қалуы мүмкін.
егер бетіңізде әжім пайда болған болса, тағы да бір компонент, ол бізде коллаген. Вот Numbuzin брендінен осындай коллагендер бар. Бұлар желе сияқты келеді көбінесе коллаген продуктылары. Одан кейінгі компонент ол бізде гиалурон қышқылы. Егер сіздің бетіңіз өте құрғақ болса, макияж дұрыс жатпайтын болса, міндетті түрде сізге гиалурон қышқылы керек болады. Ол өте күшті увлажнение береді, одан кейін бетті тегістейді. Негізінен біздің Қазақстанның климаты өте андай құрғақ, сухой болып келеді. Сондықтан да көп қазақстандықтарға увлажнение жетіспейді. Осыған байланысты гиалурон қышқылы біздің бүкіл қазақстандықтарға керек сияқты. Одан кейінгі компонент ол бізде PDRN. Ол бізде қызыл балықтың днк-сынан алынатын ингредиент болып саналады. Жалпы бұл да бізде терінің салбырауы, әжім деген секілді проблемалармен күреседі. Теріңіз жұқарған болатын болса, углидан қалып кеткен дақтар болатын болса, осы өте жақсы көмектеседі. Қысқаша айтқан кезде антивозрастной компонент. Одан кейін маска туралы айта кететін болсақ, жалпы бұл масканы негізі маркетингтің құрбандары ғана алады деп ойлаймын, менің ойымша. Бұл уақытша ғана эффект береді маска. Яғни бұл сіздің проблемаңызбен күреспейді. Ары кетсе ылғалдылық беруі мүмкін бетіңізге, одан артық проблемамен күреспейді. Айта кетерлік жайт, тек қана уходпен шектелмеу керек, яғни тамақ рационын, сонымен қатар витаминдерді барлығын реттеу керек. Яғни мен мынаны бетіме жақсам болды, мен бетім тазарады деген нәрсе жоқ. Яғни фрукты, көкөністерді өте көп жеп, ағзаны тазарту керек. Ішкі құрылыста белгілі бір проблемалар болатын болса, сіздің бетіңізге өзінің әсерін беруі мүмкін. Сондықтан да ішкі денсаулықты да ойлай отырып, соның барлығын ескере отырып, сосын барып әрекетке көшкен жөн. Жалпы осының барлығын тоқтала кеттік. Егер сіздің бетіңізде ешқандай проблема болмаса, бетіңіз тап-таза болатын болса, онда негізгі компоненттерді ғана қолданатын боласыздар, ингредиенттерді, продуктыларды. Яғни ол бізде екі этапты тазалау, яғни шербет немесе гидрофильді май, соның біреуін қолданатын боласыздар. Одан кейін бізде тонер, сыворотка деген нәрселерді қолданбайсыздар, крем қолданып, осы уходтармен жүре беретін боласыздар. Бағанағы тонер мен сыворотка ол негізі қосымша компоненттер болып саналады, яғни беттің проблемасымен күреседі белгілі бір. Жалпы менің видеом аяқталды. Всем пока.